Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода көптің жүрегін жаулаған ерекше қытырлақ және қатпарлы өзбек самсасын дайындаймыз. Өзбек самсасын дайындаудың ең дұрыс рецептісін ұсынамын. Сонымен қоса, бұл самсаны түюдің ең өтімді 4 әдісін көрсетемін. Ендеше бисмиллах деп бастаймыз. Қамырына електен өткізілген ұн, сүт, су және де тұз қажет болады. Ең алдымен суық сүтке ыстық қайнап тұрған суды қосып, жылы сұйықтық жасап алдым. Енді үстіне тұз қосып, ерігенше араластырамыз. Електен өткізілген ұнымыздың үстіне құямыз. Мен әдеттегідей қамырдың басын біріктіріп, бірден елеп кетпеймін. Сұйықтықты ұнымыздың барлық жеріне біркелкі етіп таратамын. Ол үшін видеода көрсетілгендей қолыммен жоғары төмен қимылдар жасаймын. Сонда қамырымызды біріктіру, илеу оңай болады. Келесі кезекте жұдырығымызбен қаттырақ басып, қамырымызды біріктіріп, біркелкі қамыр болғанша илеп аламыз. Бұл қамырды илеуге жалпы 5-10 минут уақыт кетеді. Нәтижесінде бешбармақтың қамыры секілді сәл қаттылау қамыр шығады. Дайын қамырды екіге бөліп, дөңгелектеп, пакетке орап, тұндыруға жібереміз. Құрметті көрерменім, қазақ тіліндегі ақпарат көздерінің дамуына атсалысайық. Видео ұнаса, тегін лайктарыңызды басып, кез келген пікір қалдырыңыз. Ал жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Осы уақытта қамырымыздың ортасына жағуға қажет болатын майымызды баяу отта ерітіп аламыз. Мен осындай май қолданамын, бізге 100 грамм қажет болады. Ең баяу отта еріту маңызды, майымыздың суы шығып кетпеуі керек. Енді самсамыздың салмасын дайындап аламыз. Әрине, нағыз өзбек самсасына етті қолмен майдалап турап салады. Мен бүгін майлылығы орташа тартылған ет қолданамын. Уақытыңыз болып жатса, етті және құйрық майды қолмен майдалап турап алып қоссаңыз, самсаның дәмі одан сайын керемет болары сөзсіз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш қостым. Зира дәмдеу үшін қосуыңызға болады. Мұқият араластырдым, салмамыз дайын. Қамырды кемінде 15-20 минут тұндырып, иін қандырып алуымыз керек. Кейін бешбармаққа жайған секілді жұқа етіп, оқтауымызбен ұнды себелей отырып жайып аламыз. Ортасын қатты баспай, қамырымызды сағат тілінің бағытымен айналдыра отырып, біркелкі етіп, дөңгелек етіп жаямыз. Сонымен қоса, каналымда ұйғыр самсасының және де хит болған самса минутка, яғни өте тез жылдам дайындалатын самсалардың рецептілері бар. Төменге сілтеме қалдырамын. Қамырымызды әдемілеп, жұқа етіп, дөңгелек етіп жайып алдық. Енді ерітілген сары майымызды жағамыз. Бөлме температурасында жұмсарып тұрған сары майды да жағуға болады. Қамырымыздың барлық жеріне мұқият етіп, біркелкі етіп жағамыз. Үстінен електің көмегімен аз ғана ұн себелейміз. Сонда самсамыздың өрнектері анық болады және жоғалып кетпейді. Майымыз сәл қатқан соң тығыз етіп, ауа қалмайтындай етіп ораймыз.
Кейбір рецепттерде самсаның қамырын жаю үшін ұнды емес, картоп немесе жүгері крахмалын қолдану керек деп кеңес беріп жатады. Самсаның қамырын талай рет крахмалмен жайып көрдім. Иә, қамыр жабыспай, жақсы жайылады, бірақ самсаны түю кезінде қиындықтар туындайды. Қамырымыз жабыспай, біздің әдемі өрнегіміз ашылып кетеді. Бірінші қамырымызды жайып алдық, екінші қамырды жаюды бастаймыз. Бірінші қамырымызды бұл уақытта тоңазытқышқа салып қоямыз. Дәл осы әдіспен екінші қамырымызды әдемі жұп-жұқа дөңгелек етіп жайып алдық. Осылай бірінші қамырдың ұзындығымен теңестіріп өлшеп аламыз. Ұзындықтары сәйкес келуі керек, себебі екінші қамырдың үстіне бірінші қамырды қойып орайтын боламыз. Екінші қамырымызды жайып, толықтай сары маймен бетін майлап алдық. Бірінші қамырымызды үстіне қойып, барынша тығыз етіп, ауа қалмайтындай етіп ораймыз. Оралған қамырды ортасынан шетіне қарай қолымызбен басып, қалып қалған ауасын шығарамыз. Әдетте самсаның қамырын осылай ұлудың формасына келтіріп орап қояды. Дегенмен өзім қамырды бірнеше бөлікке бөліп, түзу етіп тоңазытқышқа жібергенді жақсы көремін. Сол кезде қамырымыздың майы біркелкі қатады, және де бөліктерімізде біркелкі болады. Қамырды 2-3 сағатқа тоңазытқышқа немесе 30 минутқа мұздатқышқа жібереміз. Менің қамырым 30 минут мұздатқышта тұрды, енді бөліктерге бөлеміз. Бұл мөлшерден өлшемі орташа 28 дана самса шықты. Тапсырысқа жасайтын болсаңыз, әрбір қамыр бөлігін өлшеуіңіз қажет. Салмаңыз біркелкі жету үшін, оны да әрдайым өлшеп отыру маңызды. Жаюға ыңғайлы болу үшін, әрбір қамыр бөлігін ұнның көмегімен алақанымызбен басып аламыз. Қамырымыздың ортасындағы май уақытынан бұрын еріп кетпеу үшін, бұл қамыр бөліктерін тоңазытқышта сақтаймыз, бірнешеуін алып, жайып, бүгіп отырамыз. Ұнды сәл ғана себелей отырып, қамыр бөліктерін қалыңдығы орташа етіп жаямыз. Тым жұқа, тым қалың болып кетпеуі керек. Шеттерін оқтаудың көмегімен видеода көрсетілгендей етіп жұқартамыз. Мақсатымыз самсаның ортасындағы қатпарлы, әдемі өрнегімізді сақтап қалу. Қамырымыздың ортасына салманы орналастырамыз. Бұл видеода 4 түрлі ең өтімді түю әдісін көрсететін боламын. Ең бірінші түю әдісі нағыз өзбек самсасына тән 3 бұрышты түю әдісі, ең оңай классика деп атауға болады. Барлығымыздың көзіміз үйренген ең жылдам түю әдісі. Бастысы салмасы ағып кетпеу үшін мұқият қолымызбен қаттырақ басып түюіміз керек. Келесі түю әдісі, ол да өзбек самсасына тән тамшы самса деп аталады. Орысша самса капля деп атап жатады. Ол үшін бір шетінен бастап қамырымызды жинаймыз. Жартысына келгенде қамырдың 2 жағын біріктіріп қосамыз. Сонда тамшы формасындағы самсамыз шығады. Самсаның бұл түрі дастарханда өте әдемі көрінеді, жасалуы да көріп тұрғандарыңыздай қиын емес. Сіздерге барынша түсінікті болу мақсатында асықпай тағы бір рет көрсетемін.
қамырды бір шетінен бастап жинаймыз. Жартысына келгенде қамырдың екі шетін біріктіріп бүгеміз. Құрметті сүйікті көрерменім, қазақша каналымның ары қарай дамуына үлесіңізді қосыңыз. Видео ұнаса, пайдалы болса, лайк басып, рахмет деп пікір қалдырыңыз. Ал жаңа көрермен болсаңыз, подписаться батырмасын басып, қоңырауша белгісін басыңыз. Сонда жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыз. Қолдауыңыз ауадай қажет, әрбір лүпіл, әрбір пікір маңызды. Көбірек адамға пайдалы болғым келеді. Өзіңізге ұнаған менің видеоларымды әлеуметтік желіде бөліссеңіз болады. Алғыс ретінде керемет жаңа видеолар шығаратын боламын. Келесі тыю әдісі дөңгелек самса. Қамырды видеода көрсетілгендей бір шетінен бастап бір жерге жинай береміз. Екінші қолымыздың бас бармағымен қамырды беріп көмектесіп отырамыз. Сонда дөңгелек формадағы ортасы ашық самса шығады. Бұл самсаны ортасын жабық етіп те жасасаңыз болады. Қазіргі таңда хит болып жатқан тыю әдістерінің бірі көп жағдайда ортасын ашық етіп қалдырып, ортасына ақжелкеннің жапырағын қойып дастарханға ұсынып жатады. Төртінші тыю әдісі конверт самса деп аталады. Яғни конверттің формасына келтіріп түйетін боламыз. Оңай тыю әдістерінің бірі дастарханда сондай сәнді, әдемі көрінеді. Әдеттегідей бір жұмыртқаның сарысына бір ас қасық сүт қосып, самсаларымыздың бетіне мұқият жағып шығамыз. Үстіне қалауыңызша күнжіт, мак, қара күнжіт себуге болады. Алдын ала 200 градусқа дейін қыздырылған пеште 25 минутта пісіп шығады. Ерекше қытырлақ, қатпарлы самсаларымыз пісіп шықты. Мен ыстықтай ортасын ашып көрсетіп жатырмын. Мына самсаның қаншалықты дәмді екенін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Сол себепті міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ал қамырды қолдан илеп жаюға уақытыңыз болмай жатса, дайын дүкенде сатылатын қатпарлы қамырды сатып алып, осы видеода көрсетілген формада самсаларды түйуге болады. Әрбір қонақ шақырғанда мерекелік дастарханға самса дайындаймыз. Дастарханымыздан үзілмейтін дәм. Сол себепті самсаны өте дәмді етіп дайындауды бір үйреніп алыңыз. Видео ұнаса, пайдалы болса, лүпілдеріңізді басып, пікір қалдырып кетіңіз. Сіздердің жылы лебіздеріңіз маған ары қарайда пайдалы видеолар түсіруге шабыт береді. Келе жатқан Наурыз мейрамы, ораза айы құтты болсын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Жақсы күндерде жүздескенше.